Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге топ 5 индикаторды көрсететін мақсатым бар. Ол индикатордың арқасында сіздер анализдің жолын қысқартасыздар. То есть мыңдаған құралдың орнына бір-екі индикатормен өз уақытыңызды үнемдесеңіз болады. Одан бөлек новичоктарға олар көмектесетін болады. Жалпы айта кететін зат бар. Біріншіден, негізінде индикатор основной анализ емес, ол просто қосымша дополнительный анализ. Каналға лайк басып, колокольчик қойып ұмытпаңдар. Алдағы уақытта біз сіздерге криптовалюта арқылы ақша табудың керемет жолдарын көрсетеміз, мықты стратегияларды өткізіп алмау мақсатында обязательно колокольчик қойып отырыңдар. Комментарий жазып, лайк басып, достарыңызға бұл видеоны жіберіп, біздің еңбегімізді бағалап, активность беріп отырсаңыздар, үлкен рахмет. Қазір қараңыздар, мен, как обычно, өзіміздің TradingView сайтында отырмыз. Біздің мақсатымыз осы графикке қарап отырып, бағаның қайда кететінін анықтау. То есть бізде либо қазір баға өседі, либо баға құлайды. Негізінен келетін болсақ, опытты трейдерлердің көбісі индикаторды қолданбайды, себебі оларға керісінше легче да работает с Fibonacciмен, басқа да құралдармен ликвидности белгілеп, ордер блок, то есть профессиональный трейдинг. А что если біз сіздермен опытный болмасақ, және бізге көмек керек болса? То есть бұл жерде біз индикаторлар қосамыз. Біріншіден, бастапқы анализ бізде үлкен таймфреймнен басталады, ол бізде бір күндік таймфрейм. Қараңыздар, бір күндік таймфрейм дейміз, яғни әр свечаның ұзақтығы бір күнмен. Көзбен көріп тұрмыз, то, что бізде біріншіден өте керемет восходящий тренд келе жатыр. Қазір суретін салып қойын сіздерге. Және осы восходящий трендті қазір мен қара түсімге қойын. Біздің мақсатымыз осындай бір импульсті қозғалыстан кейін, қадем инфомастер, импульсті қозғалыстан кейін бізде коррекция басталады. Осы коррекцияның біткен жерін анықтап, бізге әрқашанда сделкаға жоғары кіріп отыру керек. То же самое кетті коррекция. Қазір коррекцияның біткен жерін анықтаймыз да, біз сіздермен сделкаға жоғары кіреміз. То есть на этом выстроен стратегия. Қандай индикаторды бұл жерде қолдансақ болады? Әрине, опытный трейдерлер просто ордер блокты белгілейді. Ордер блоктың бойынан сделкаға жоғары кіре салады. Мұнда бізде разворотный тенденция бар. Mitigation блок. Ол дальше жоғары кетті. То есть по анализу на самом деле все понятно. Мұнда бізде бар имбаланс, снятие ликвидности, қазіргі таңда USD-GPI бізде алдағы уақытта жоғары өсетін болады. То есть это понятно, да? А что если ты новичок, сен мынаның барлығын түсінбейсің? Бүйтесің. Біріншіден, осы TradingView сайтында индикаторы деген жерге өтесің, показатели стратегии. И мұнда негізіне келетін болсақ, өте көп индикаторлар бар. Саған керегі скользящий средний жазамыз. Простой скользящий средний. Осыны 3 рет қоссақ болады. Сол жақ бұрышта сіздерде тұрады. Сигма 9 клоз деген. Бізге настройкаға өту керек. Настройкада біз аргументы деген жерде 9 тұрай берсін біреуі. Оның түсі көк болсын. Біреуі обычный настройка. Пусть стоят, окей. Екіншісі. Бізге қою керек 50 деп настройкада. 50 и шатыспаш үшін оның түсін давайте қызыл қойық. Чтобы не путаться. Негізіне келетін болсақ, бұл дейтініміз соңғы 50 свечаның орташа бағасы, 9 дейтін ол соңғы 9 свечаның орташа бағасы. И ең үлкені бізде қазір болады 200. Оның түсі прям можно будет яркиймен, то ли сарымен можно сделать, давайте. И оның ұзындығы 189 болса, подрядчим. И вот что мы с вами замечаем. Так как бізде тренд восходящий, и ол да бізде восходящий келе жатыр. Бағанағы импульс ол бізде міне тұр. Потом бізде коррекция келді. Өте үлкен сары деңгейді жәнегі 200 дейтін показательді кесіп өтті. Кесіп қайтадан кері кескен кезде сіздер, в принципе, можете уже сделкаға жоғары кіре беруге. Где-то осы жерде. Видите касание? То есть мұнда прям уровень поддержка ретінде ол күш беріп тұр. Сіздер мына тұрған жерде сделкаға кіре аласыңдар. Қосымша көрсеткіш сары индикатордан асып қызылымен көкті асқаннан кейін, это вообще уже точно сделка кіруге болады. То есть получается в итоге, что мы тут выяснили? Новичок трейдер сделкаға на жерден кіретін еді. И он заработал бы примерно вот столько. Ал опытный трейдер сделкаға на жақтан кіретін еді. И ол көбірек ақша табушы еді. То есть индикатор бізге сделканы ашатын точканы табуға көмектесті, бірақ ол поздно көрсетеді. Чуть-чуть позднее көрсететін болады. Енді қараңыздар, мына екі линия бізде келе жатыр. Қазір пересечение обстоятельств болады. Мынау қайтадан қайтып үстіне шығып алу керек, сол кезде сіздер бірақ сделкаға кіретін боласыздар. То есть сделкаға сендер где-то осы жерде кіресіңдер. Ал опытный трейдер мына тұрған уровень бойынан сделкаға жоғары кіріп кетеді. Окей, түсіндім, сендерде сделкаға тезірек кіргілерің келеді. Онда тағы да бір индикаторды қосайық. Біз қазір сіздермен қосамыз екінші топовый индикатор. Ол аталады бізде сонарлап
order block. Order block with signals от автора сонарлап мына қосып қоясыңдар. Осыны қосқаннан кейін сендерде қазір order блоктар пайда болады. Order блок это по идее уровеньдер. Өте керемет уровеньдер көрсетеді. Бізде үстінде керемет уровень бар екен. Но бір күн таймфреймді түк емес, кеттік 4 сағат таймфрейм секірейік, кішігірім таймфрейм бар, чтобы более детально көру үшін. И вот, в принципе, бізде ордер блок көрсетіп тұр. Бірінші тұрған ордер блок, ол не тұр? Оның бойынан бізде касание болып, баға уже жоғары кетіп қалды, на тұрған максимумды кесіп. Соответственно, менде новый импульс. Қазір баға ақырын келе жатыр. Астында тұрған ордер блоктардың бойларын келіп, и ол дальше кететін болады. Ал мына ордер блок, ол сопротивление. Получается, сендерге сделкаға кірген кезде ең төменгі ордер блоктың артына стоп лоссты қоясыңдар, ең үстіңгі ордер блокқа take profit қоясыңдар. Вот уже екінші индикатор. Көрдіңдер ме? И на қызыл-жасыл линияларды жаңағы ордер блоктың бір-бірімен байланыстыратын болсаңдар, сендер, в принципе, можете одан әрі керемет табысқа шығуға. Это означает то, что сендерге уже 1 сағаттық немесе тіпті 30 минуттық таймфреймдарға кіріп сауда жасай беруге болады. На тұрған ордер блокты кескен сайын сделкаға просто жоғары кіре бересіңдер, и все. Это, то есть, краткосрок, биномаға керемет болады. Обычно я рекомендую индикаторларын жұмыс жасаған жағдайда чисто бір күндік немесе 4 сағаттық таймфрейм жұмыс жасауға. Окей, екі индикатор кетті. Үшінші индикатор айтпас бұрын достар айта кететін зат бар. Жалпы бізде 2 күнде бір рет зум разбор өтіп отырады. Ол жерде мен өзім сіздермен сөйлесіп трейдинг саласын түсіндіремін, консультация беремін, және сіздерге тегін видео сабақтар беріледі. Негізінен келетін болсақ, бізде еще клан дейтін телеграм бот бар. Жаңағы жасанды интеллект сіз үшін анализ жасап, сізге сигнал береді. Оның сигналын қайталап, сіздер керемет табысқа шықсаңыздар болады. Толық ақпарат осы видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіп консультация жазасыңыздар. Сонымен кеттік, үшінші индикатор, ол бізде объем. Просто объемды жаза саласыңдар, немесе ағылшынша волюмді жазсаңыздар да болады, в принципе. Индикатор ана мынау емес, просто обычный объем. Ештеңкесі, просто объем. Жазғаннан кейін сендерде астында көріп тұрғандарында қызыл, жасыл түсті осындай индикаторлар пайда болады. Бұл жерде бір ерекшелігі, мен қазір бүкіл индикаторлар өшіп сайын, наны өшейік, наны так. Объемоны қалдырып қойық. Қараңыздар. Бұл нені білдіреді? Осы свечаның ішінде өте көп сделка болса, то есть қарам таймфреймінде 1 сағат, яғни әр свечаның өмір сүру уақыты 1 сағаттан. То есть мынау 1 сағат, мынау 1 сағат, мынау 1 сағат, мынау 1 сағат. Және осы 1 сағаттың ішінде сделкалар болады. То есть сатып алу, сату сделкалары. Егер де сделкалардың саны өте көп болатын болса, свечаның бойы ұзарады. Егер де сделкалардың саны аз болса, свечаның бойы қысқарады. То есть на тұрған индикатор, ол просто показывает количество сделок. Мына тұрған индикатор свечаға мен беріңдерші фитильға. Вот менге белгіде қойым прям. Міне. Байқасаңдар, дәл осыда өте көп сделкалар болыпты. Видите? Өте көп. Неге? Біріншіден, ол ликвидностьтар шешіп кетті. На ликвидностьтар мен на ликвидностьтарды. Екіншіден, на тұрған имбаланстың бойынан реакция берді. То есть этот имбаланс уже продавец. Соответственно, осы тұрған жеріне сделкалардың көп болатыны айдан анық. То есть осындай жағдайда сендер болашақта наны полностью уровень сопротивления ретінде алып, қайтадан осының бойынан сделкаға кірсеңдер болады. Вот еще один показатель того, что здесь очень много продавцов. Қараңдар, тағы да бір өте ұзын свеча бар, и бізде баға қатты құлап кетті. То есть мынау сендерге подсказки берді, что оның бойынан сделкаға тағы да төмен кіруге болатын. То есть, представляете, негізіне келетін болсақ, объемның қолданудың түрлері өте көп. Просто используйте так, как вам надо. То есть именно основываясь на логике лучше его использовать. Және біз байқап тұрмыз, что бізде тренд нисходящий төмен қарата келе жатыр, объемдар бізде кішірейіп барады. Кішірейіп барады. То есть видите, она падает у нас. Объемдар төмен кетіп барады. Қазіргі таңда мына жақта бізде бір зона интереса болады міндетті түрде. Ол, скорее всего, на тұрған ордер флоу. Осының бойына келген кезде объемдар қайтадан өсе бастаса, және баға разворотный тенденция көрсетсе, былай келіп, значит, сатып алушылар активировались, ликвидностьтың барлығы шешілді, енді баға жоғары кетуге дайын деген сөз. Сделкаға жоғары кіретін боласыздар. Пока что топ 3 индикатор көрсеттім, қалған 2 индикаторын телеграм каналда көрсететін боламын. Жеке разбормен оған тіркелу үшін достар, осы видеоның астында сілтеме арқылы өтіп, біздің каналға подписка жасаңыздар. Көріскенше.